1% деген ол бізде 100-ден 1. 1% деген ол бізде 100-ден 1 деген сан. Яғни санның бөлігі деген түсінуге болады, пайыз дегенде. Ал оны ондық бөлшекпен айтатын болсақ, 1% дегеніміз 0,100-ден 1. Мысалға мен 20% дейтін болсам, онда ол қандай бөлік? 20% деген 100-ден 20. Ол екеуі қысқарып кететін болса, 1, 5, яғни 20% деген сөз 5-ден 1 бөлігі. Ол 0,2 деуге болады. 20% деген сөз 0,2 бөлігі. Енді мысалға 25% дейтін болсақ, қандай да бір санның 25% деген сөз қандай бөлігі? Ол 4-ден 1 бөлігі. Немесе 0,125 бөлігі. Ал 50% дейтін болсақ, оны білеміз, біз тең жартысы, ол тең жартысы деген қайдан шықты? 100-ден 50. Ол деген бізде қысқарып тұрсақ 2-ден 1. 2-ден 1 ол 0,15. Бір нәрсенің 2-ден 1 бөлігі. Қандай да бір нәрсе алатын болсақ, соның тең жартысы ол бізде 2-ден 1 бөлігі, яғни 50%. Яғни пайыз деген ұғымды айтқан уақытта оны санға айналдырып алған тиімдірек, немесе бөлік екенін түсіну керек. Мысалға 100-ден 9 деген бөлік сан берілсе, оны проценттерді жазатын болсақ, ол бізде 9%-ға тең. Немесе 100-ден 51 деген бөлікпен беріліп тұрса, ол бізде 51% деген сөз. Мысалға, қандай да бір ыдыс алайық. Қандай да бір ыдыстың 10-нан 7-сіне су құйылған. 10-нан 7-сі деген сөз, мынау менде ыдыс болатын болса, соны 10 бөлікке бөлген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп. Яғни 10 бөлік. Соның 10-нан 7-сіне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына бөлігіне дейін су құйылған. Қандай бөлігіне су құйылған? 10-нан 7-сіне су құйылған. Соны процентпен айтысы. Яғни қандай пайызына су құйылған? Ыдыстың неше пайызына су құйылған болса, 10-нан 7-ні мен пайызға айналдырсам, оны істеуім керек? Бөлімі менде 100 болу керек қой. Мен сонда екеуінде 10-ға көбейтсем, 100-ден 70, яғни 70%-ына су құйылған болады. Енді немесе 10-нан 7 деген санды мен 100%-ға көбейтетін болсам, берілген бөлікті 100%-ға көбейтсем, 10 мен мынау қысқарады, 70%, яғни пайызы шығады. Енді сұрақ, қандай бөлігіне су құйылған жоқ? Қандай бөлігіне су құйылған жоқ? 10-нан 7-сіне су құйылса, 10-нан 3-не су құйылған жоқ. Онда мен 10-нан 3-ті пайызға айналдыратын болсам, 100-ге көбейтем. Ол бізде көрініп тұр. 30%-на су құйылған жоқ. Баруға тиісті қашықтықтың 70%-ын автобуспен жүрді. Барлығы 100% жол болатын болса, соның 70%-ын автобуспен жүрген. Ал қалған 30%-ын пойызбен жүрді дейді. Өйткені қалған барлық нәрсе бізде 100% болу керек. 70%-ын автобуспен жүрсе, онда 30%-ы менде пойызбен жүрген болады.